телеканалында хабарлар студияда Эльмасы Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдік даққаға бойлы мәлімат. Қырым шифаханелерінде COVID-19 хасталығындан тедевеленген адамлар үшін реабилитация программасы çalışып башлады. Нефес алумен бағлы шифаханелері Сасин Қырымның Дженюби ялысында ерлеші. Бұл ялта ве алушта сағламштыру программасы бір sıra физиотерапевтик процедуралардан ибарет қалған тапсилатларны мұхбирымыз Гүзел Мамбетова біле. Шифахане махсус программаны ішлеп чықарды. Коронавирус юхма хасталығынадан түзелген адамлардың ақжигерлері ғайрыдан тікленілмесіне чун кечірілі. Светлана Крадинова шифаханенің баш екімі. Өзі да вирусның ағыр шекіліне оғырады. Сақлығыны түзетмек үшін бірқач ай вақыт керек олды. Реабилитация программасы 7-14 күнден ибарет. Бұл вақытта мұсафирлерге бір sıra физиотерапевтик процедураларны кечмеге теклиф етелер. То, что мы делаем в наших санаториях, это самое главное. Обучаем человека жить и работать после пневмонии, которые они перенесли в стационаре. Ерлі әкімлер башындан ковид хасталығыны кечіргенлеріні яңыдан нефес алмаға өгретерміз деп сөз берелер. Бұңа терапияның чешетлері ярдым еті. Ингаляциялардан рухи ярдымғачы. Эсас иляч есе бұмында олған табиат. 6 гектардан зиеде ерді парк зонасы. Тазиява ветулу шекілдері атланув. Хаста үшін реабилитация программасына айрыджа тізелер. Оның алағыр яда енгіл олғаны, хроник хасталықларны олғаны олмағаны назарға алына. Нефес гимнастикасы реабилитация йөнелешінде мұйым ерні ала. Дерс ярым сад девам еті. Наша главная задача при заболевании легких – улучшить жизненную емкость легких, чтобы они могли дома использовать все эти методики и продолжить занятия дома. Шифаханеде хасталарның алыны дайма көзетелер. Бірқач күнден сон адет үзре олар түзіліп башлайлар. Мария Гаркалова омур аркадашынен Москва вилиятынден келді. Бір афталық тедавилінівінден сон қадын санки яңыдан доғдым дей. Погода прекрасная, санаторий сам тоже очень хороший, замечательное место, удивительный парк. У нас еще окна выходят на море, кормят отлично, лечение хорошее. Бұл ерде тапчарлар дәвірінде хасталар реабилитация кечиеделер. Энді бұл корпус дихатка лейік ер сайла. И знаменателен наш парк тем, что он включает в себе, называется итальянская закладка парка по серпантину. Гуляем, тренируем сердечную мышцу, также бронхолегочную систему. Великолепная хвойная у нас аллея. Мемлекетізді хасталық дарқалу статистикасына назар ташласақ бөле фікірге келеміз. Бұл кібі сағламлаштыру программалар яқын вақытта пек кереклі олажақ. Гүзел Мамбетова, Саид Влияев, Миллет үшін Ялта. Сонки сутка девамында 151 кіші коронавирустан тедавиленді. Ковид инфекциясы да 130 адамда таздықланды. Бұақта Қырым елбашчысы Сергей Аксенов өз ичтимай ғырандыки сайфелерінде қабер етті. Умумен пандемия башлағандан берлі Қырымда 10.494 коронавирус хастасы белгіленді. Сағлық сақлап везерлігі берген малиматқа Корея 6 хаста вефат етті. Умумен бұтын вақытта регионда вефат еткенлерінің sayısı 159 кіші тешкел етті. 6091 кіші тедевеленді. Сергей Аксенов жема топлаған ерлерде бұлынған вақыт мұтлақа маскалар тақмаға ве 2 метрлік месафе қалдырмаға талап ете. Темел қойылды ве девар көтерілді. Еді қойы районын көрпе көйінде жемат бұл күнні чоқ бекледі. Ерлі сәкенлер өз көшілерінен жами құры башладылар. Оның мейданлығы 100 квадрат метр бір вақытта 150 адам намаз қыла білежек. Ама құрыжылықта пара вақыт етішмей. Фальчилерге ярдым ету фиолары ақтабы зімлев қамас. Бірлік ве умуми мақсат. Еді құю районы, көрпе койның сәкенлері жами құралар. Еркім қолындан келгені қадар ярдым етем. Кемерлері малие айыра, башқалары чалыша. Могу камень положить, могу приносить цемент. Важно, чтобы для каждого мусульманина был джами, чтобы ходили, делали все намаз. Джума намаз, чтобы делали. Қадынлар, кішілер, осмүрлер ве уйкен несіл. Жамының азбарында жемаа топланды. Бір адам өз есесіні қошмаға тырыша. Сөз, иш жетін ярдым етелер. Құрып шығая қысмет olsa, енді іште сисма пойызына келдік. Кележекте сау олсақ,
қаланына да Алла қысмет етсе. Көрпе кою Еді Құю районында ең büyüklerden бірідір. Қырым татарлар мұнда әялінің 30%-ны тешкил етелер. Ерлердің жемиятының рейесі Рустем Ибрагимов айтқанына көре, құручылық алып бармақ үшін весекаларны тек bu yazının sonunda resmileştirdiler. Sonra azırlıq basamағы oldu. Venді işlerini başladılar. Biz o'zimiz koyumuz balaban olsa da cemaatımızda bayağı var. Lakin былтыр bir bütün toplagan paramıza fundament koyduk. Bir yıl toplagan paramıza duvarlarını kötürdük, sesma poyusunu koyduk. Lakin her bir adamın finansal состояниясы bile ağır vaziyette ağırlaşa. Eğer çareniz olsa bizlerge yardım etip olsanız. Шымды файджилер құружилық малземелеріні сатын алалар. Бірінші невбетті дам қапатмаға тырышалар. Илериде жеме янындаки ерні абаданлаштырмақ ве қораламақ ниетлері бар. 5 қат күнделік намазындан ве байрам намазларындан ғайрым, ерлі сәкенлер мұнда дегердіне мерасимлеріні де кечере білежеклер. Первое, когда он спросил у меня, вот ваше впечатление, что ждете? Я сказала, я хочу никях, потому что у меня 6 внуков, я просто мечтаю. Мы Аллаху благодарны за то, что Он нам помог и помогает. Иншаллах, до конца дойти нам, чтобы все кадр геджесында женщины собирались. Мы очень все хотим здесь приходить. Дети наши бегут все сюда помогать. Мы согласен джамат. Все благодаря им. Кечкен сене ерлі сәкенлер берабер топлашып 250 bin рубле жейдылар. Ама бұ етірлі дегіл. Огде қыш ве иш чоқ. Бұ хайрия ішінде әрбіріміз іштірак ете білеміз. Телефон номерасыны сіз экранларыңызда көресіз. Сабина Дениева, Севиля Миметова, Алим Сейдалиев, Милет үшін. Еді Құю районы. Қырымда бірінші ве ең бұйық чөплік сайылған комплекс ноябрның 9-ында çalışып башлайжақ. О Ахмеджетте құрылды. Ярмадада оның аналыглары yok, ama қалымтылар қайта ішленілуінде ихтияжылар эксілмей. Тахминелерге көре бір елда заводта 150 bin тонналы кечежек. Сейчас идут подготовительные мероприятия, согласование, установка газоанализатора, дополнительная поверка весов, оргтехника и самое главное – набор персонала. Очень ждем жителей Каменки и жителей Симферополя и ближайших населенных пунктов. Шымдылық тек бір комплекс ерлештірілді соңра, олар екі олажақ. Сайланудан сон жам, пластик, картон кағытлары ве дегер мальземелер оларны kullanılған müesseselерге еткізілежек. Келіп еткен қалымтыларының 30% сайлануға yollanacak. Оставшиеся 70% это уже в основном органика. Она пойдет на полигон Тургенева уже без вторичных ресурсов. Мы будем отбирать картон, полимеры, пластик. Ахмеджеттеки екінші санлы поликлиникада яны тибей донатма пейда oldu. Onun satın almak için para profil idarияның мақсатлы программасы çerçevesinde ayrıldı. Bu 60 milyon rubledir. Zimanivi donatma diagnostika keyfiyetini yükseltilecek ve zalege tibey hizmetler көрсетілуіне yol açacak. Bu haqda Linoza Borsiyetovanың levhası. У вас все нормально на маммографии, патологии не выявлено. Эмма Алиева өз сағлығыны яқшы бақа. Бүгін заманауи рақами маммограф ярдымынен бақынмақ үшін Ахмеджеттеки екінші санлы поликлиникаға келді. Процедура заняла не больше 10 минут. Очень понравился врач, квалифицированный. И сама процедура, конечно же, все очень быстро, удобно и эффективно. Бутун тетқиқат тахминен 10 даққа девам ете мақсус донатмада дор чекім етіле доғру ве қылы проекциялар. Қадын ешбір ағырты сезмей, радиацион зарарда маммографияда пек аз. Здесь лаборант устанавливает пациента и сразу выводятся снимки на экран. Вот здесь мы смотрим на экране. Вот данная пациентка, здесь она делала сегодня снимок. В данный момент у нее здесь очаговая тень в правой молочной железе. Рақами маммографны поликлиника профилидарияның мақсадлы программасы амелге кечірілуі черчевесінде әлде етті. Оңа көре муэсесе 60 миллион рублелік яңы донатманен темин етілмек керек. Мутахассислар яңы техниканың бұйық имканларыны қайдеттелер. Оның ярдымынен рак хасталығыны эвелден тапып, миллионларca insanны құртармақ мүмкін. Эвелден анық етілген хасталықларының 98%-ны тедавилемеге имкан бар. Ускоряет процесс постановки диагноза и консультации соответствующих специалистов и правильное ведение в дальнейшем больной. Как правило, это оборудование помогает нам выявлять онкопатологию в первую очередь, и дальше уже смотрим и заболевания легких и так далее, и так далее.
Экимлер кайдеттилер ки эрбір хасталықның огуна алмақ тедавиленмектен еңгілжедір. Оның üçün 40 яшындан буюк эпысы қадынлар елда бір кере бойле бақылдан кечмек керек. Маммографтан ғайры кечкен сене поликлиникада яңы флюорограф пейда олды. Снимки более информативны, мы смотрим их уже на компьютере. Формат снимков намного больше, чем когда мы смотрели под увеличительным стеклом. И качество изображения намного лучше. Флюорография yapılған соң о білгісайарның экранына чықарыла. Оны рентгенолог екем талилете. В данном случае был пациент. Мы видим у него множественное затемнение в обоих легких. Это у него двусторонняя пневмония. Земаневи маммография флюорографтан ғайры поликлиникада емде рақами рентген аппарат бар. Енді бақу ве диагностикаға масраф етілген вақыт баяғы эксельді. Здесь вот этот аппарат мы можем здесь сделать рентгенографию. Также установили аппарат рентгеноскопии. Мы здесь можем смотреть рентген пищевода, желудка, также кишечника. Яңа аппаратлар экимлерге чешет хасталыкларның диагностикасыны семерели кечірмеге имкан бере. Кейфетлі тыбби ярдым алмақ есе поликлиникада баяғы еңгілже олacak. Ленуза Борсиитова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Тоғайлы көйінде яна амбулатория құрыла ескі бинаны капиталь тамир етме керек еді, ама оның еріне янысы құрмаға қарар алдылар. Ишлер шымды насыл басымақта олғаны ве не вақыт бітірілежегіні мұхберліміз сұрап білділер. Көк булытлы күчі гөлчіклер да хорумады, ама бұна бақмадан тоғайлы көйінде хоружылық ішлері кетті. Яна амбулатория теклинали, оны әмекімлер, әмдәді адамлар чоқ вақыт бекледілер. Зейнеп Джемилева 43 жылдан берлі әким оларақ чалыша. Олардан 32 ел тоғайлы көйінің эски амбулаториясында. Но дело в том, что раньше мы всю жизнь работали в приспособленных помещениях, а теперь будем работать, как положено, в медицинском учреждении. Бу кычык көпечікді мында гөнүлі оларақ чалыша, о хұрыжылық мальземелеріні Харавулла вейшчілерінің кейфені көтері. Ава себебінден мейданда электрик ішлер тосат тоқтай, ама ата бойле шарайты хұрыжылар рухтан түшмейлер, ішлеріні график бойынша бежерелер. Произведена заливка финального слоя бетонного основания, производится монтаж металлических конструкций для возможности крепежа сэндвич-панелей. Энді сэндвич панеллер кетірілді. Яқын күнлерде оларны монтаж етіп башлайжақлар. Бұндан сон бинанын içindeki ішлерге ve территория абадынлаштыруына кечмек мүмкін. Умумен 15 миллион рублеге яқын пара айырылды. Донатмалар bu малейге кірмей. Ну, у нас была амбулатория, оно и стоит, вот рядом здание стоит. Но оно более такое, не то что аварийное, но уже там надо было сделать большой ремонт. Когда был Сергей Валерьевич, мы попросили либо ремонт, он сказал, будем ставить новую амбулаторию. Хоружылық августның сонunda башланды. Шымды бина яры-ярыға азыр. Ишлерні декабрінің сонunda юкенлемеге планлаштыралар. Султане Бакал, Марина Соловьева, Арсен Фукала, Миллет үшін, Джурчи районы. Никита Небатат бақчасы Қырымның танытқан ерлерінден бірадыр. Көз мевсімінде бұл ерде көз чечеклер балы кече. Бізім журналистеріміз бұл вақиянын шартлары олдылар. Бұл сене кечкен балының хусусиетлеріні ве бақча қат чечек тақдим етілген нақында бізім мұқберіміз Султане Бакал тарифеті. Лиля Кучина Алупкада яшай. Небатат бақчасына евелері де келген адымдей. Уч ел евелсі чоқтан чоқ мұзбет дұйғылар әлде етті, ама евелкелеріні бұсененің тетбарынен хыясламақның чәресі йоқ деп пайлаша. Хоть и живем здесь, но все-таки поражает каждый раз, приезжая, смотришь, любуешься, восхищаешься. Это красота, это неописуемо. Ярымаданын сакинлері ве мусафирлері Никита Небатат бақчасы ақта Қырымны танытқан ер дейлер. Энді 67 елдан берлі әрсене көздеп бал кечірілі. Тағдым етілген күз чечеклер сортлары арасында әм четтел, әм ерлі селекцияның нөмінілері. Бұл сене Сергей мейданында Никита Небатат бақчасының шақси коллекциясындан чоқтан чоқ гибрид шекелеріні көрмек мүмкін. Оларының арасында 15 чешет ері чечеклі ве 36 чешет кычык башлы күз чечеклері бар. Нам больше всего понравилось вот это сорт Жоржета, крупноцветковая. Надеюсь, что она станет королевой бала. Мы знаем, что в прошлом году был Эрмитаж. В этом году, мы надеемся, это наш выбор совпадет с оценкой жюри. Адет ұзре олған кебі балының мұсафірлері әнчоқ бегенден чешетлеріні сайлай білелер. Кычык башлы күз чечеклердің бірі Шехзаде олажақ, ері башлы күз чечеклері арасында есе Хыраличе сайланажақ.
Мы как раз находимся возле хризантемы сорт Эрмитаж. В прошлом году она была избрана королевой бала хризантем. В этом году она показала свой максимальный рост, более 2 метров. Возле нее очень любят фотографироваться. Серги мейданында тaqdim etilgen çeşitlerinin sayısı Nikita Nebatat bahçesi için rekord derecege yetti. Mında bu çiçeknin 500 çeşidini tapmak mümkün. Onların arasında 180 çeşit bu yeri, 320'si ise küçük başlı kuş çiçekleridir. Bu acayip manzaranı görmek imkanı bir ay devamında var. Erkun sabah 9'dan rahatlık günleri mında olmay. Sultaniye Bakal, Hasan İbragimov, Millet için, Yalta. Февзи Якубов adına Qırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde studentlerinin media merkezi çalışıp başladı. Ona yaratma kayası Ali Okuf yurtlar arasında geçirilgen Butun Rusiya tahsil leyhaları konkursunda galip çıktı. Esas maksat üniversitetinin temelli matbuat hizmetini yaratmaktır. Bu haqda bizim levhamız. Чаще всего либо статичная, либо динамика, но короткая. Яңы медиаскерлер үшін яңы білгілер. Февзи Якубов адына Qırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetінде студенттерінің медиа меркезі çalışып башлады. Мұнда кейфиетли контент яратмаға öğretelер, мақалелерні doğru yazmak ve metinlerінен çalışmak, видеороликлерді монтаж etmek ve adetten тыш фотолар яратмақ imkanları açıla. Давно пора было нашему университету создавать именно ту площадку, где студенты могут заходить и свободно себя чувствовать в том информационном пространстве, которое они видят перед собой. Медиа меркез яратмақ ғайысы Али Butun Rusiya tahsil leyhaları konkursunda galip çıktı. Neticede ona grant 700.000 ruble ayrıldı. Umumen 4 yöneliş: radio, video, jurnalistika ve foto çekiv. Bugün videografiya boyunca leksiya, kullanılgan aparatura, kameralar ve obyektivler çeşitleri haqda söz yürsetili. Bu işte tecrübeli ustazlar olmak gerek. Lektor Vaho Bışankulov çok vakıttan beri çalışkan operator. Ders bergen vakıt osuna raqib olarak degil de bilgili hoca Если бы в мое время мне кто-нибудь вот так вот пришел и сказал бы, рассказал, что вот это вот так вот делается, а это вот так, то для меня бы это был бы, скажем так, огромный толчок вперед, чего мы, в принципе, добиваемся здесь. Umumen leyhada 60'a yakın student iştirak etti. Onlardan media merkezinin komandasına 4 yöneliş boyunca 20-25 yaş seçmege planlaştıralar. Bu teşebbüsleri çok olgan ve hazır cevap yaşlar olacak. Lenuza Borsiyitova, Marina Solavyova, Aziz Nimitulayev, Millet için. Biz icad yolunda ya da belli bir zenata yüksek galibelerge erişken vatandaşlarımız hakkında levhalarımızı devam etemiz. Hoca, muallim, ustaz, bizim kameramız başlangıç sınıflar hocasına Nuriye Hanım Seyitxaliyevaga doğurtıldı. Onun tarixini Lenuza Borsiyitova bile. Bilgi alemine alıp kelgen kişi en yaxşı dost ve bir sada numune. Kun hoca öz ısrarlı emeginin yarıngi gününü yarata ve bilgiler alemine kapı aça. Керек olgan vaqt o artist ya da ressam da isteseniz yazıcı ya da yırcı. Talebeni dinley ve anlay, kol tuta ve ruh beri. Bu insan küçük balaçıklardan büyük şahıslar terbiyelenmesi için öz bilgilerini ve küçünü beri. Endi 17 yıldan beri Nuriye Rimziyevna'nın sabası dersten evvel çangdan başlana. Kun sınıfha kirgende balların közlerin көргенде, олардың yüzlerin, olar akıllı dep karaylar sana. Men pek huvanam. Tab başlangıç sınıflarda okugan vaqt Nuriye Rimziyevna umrını tamam hocalıqnen bağlamağa karar aldı. Yıllar geçti, küçük Nuriye osып büyüdü ama hoca olmak arzusu eksilmedi. Aksine daha ziyade kavileşti. Son birinci sınıfha barganda menin birinci hocam Davidova Galina Ivanovna pek merhametli ve hürmetli hoca idi. Onu pek beğendim. Şu vakıtından uzun zenatım ettim. Men başlangıç sınıflarında hoca olacağım. Hoca bu Superman ya da olimpik tanrı degil. Yaxşı hoca bu bir sualge cevap bilgen kişi degil. Bu öz-özüne daima böyle sualler bergen insandır. Sabadan ders bergen, akşam ise özü yanı bilgiler araştırgan insan. Çünkü ikinci günü onu kenedi talebeler bekley ve o kenedi taciplendirmege hazır. Balaçık hizmetli ola.
Бекім обыршілерді білме, ама мен япам оле, о дерсте açılsın, laf etsin, ана тілінде laf etsin. Ve күн evге келіп, анана айтсын, мен бүгін мектепте бек хувандым. Нурия Ремзиевна Эмин ожа өз талебесінде девам ете. Оның үшін білген шейіні келечек несілге еткізмеге тырыша. Күн мен істейм балаларын хуванчлы көзлерін көрмеге, хуванчлы yüzлерін көрмеге. Ve elbette оларға саулық тілейм. Ожа зенатында шаблонлар olması мүмкін дегіл. Ожа балаларға насыл чизгилер ашламаға істесе, өзі де бойле чизгилерінің сайбы олмақ керек деп байлаша Нурие ожа. Талебелерінің көзлерінде янған атеш оның үшін esas минедарлық. Егер оның өзіне ярдым яда қол тұту керек олса, янында вақыт зенатдашлары бар. Творческий, инициативный учитель, учитель с высшей категории, которая любит свою профессию. Нурия Ремзиевна не только обучает своих детей, но она и воспитывает. Өзіні пек истедатлы, өз ішіні білген инсан деп саймақ мүмкін, чүнкі о чешет конкурсларда иштирак етті. Мана соңки конкурста иштирак еткені бұл миллет меңлігі конкурсы, ве бұл конкурста о финалға кечті. Нурия ханым вақыт балалыққа қайта біле. Бұл тылсымлы балалық дүниясына далмақ имканы кезге берілмей. Ве күнден күнге бұл дүнияда өз севімлі талебелеріне esas білгілер бере. Мақсатларға ерішмеге ве яңыларыны қоймаға, ачық гөнлі олмаға, ақиқатны қыдырмаға ве бір вақыт рухтан түшмемеге огрете. Ленуза Борсеитова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін Сақ районы. Шындaki dakikaga bu haberlerinin ertesi de kelecek yayınımızını kaçırmayınız.